Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге осындай өте әдемі загулка түрін жасап көрсетемін. Егер ұнаса, видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Және де достарыңызбен бөлісіп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жасалу жолы өте оңай. Ол үшін бізге қажетті заттармен таныс болайық. Яғни бізге осындай ұзындығы 26 сантиметрдей заколка қажет. Одан кейін осындай темірді майыстыратын круглокутцы, сосын осындай моншақтың түрлері қажет. Менде 3 түрлі моншақ, яғни біреу тас, екіншісі дәу моншақ, одан кейінгісі кішкентай моншақ. Осы 3 түрлі моншақпен тоқып көрсетемін. Яғни одан кейін осындай бисерге арналған бисердің темірі. Одан кейін проволока қажет, яғни бисердің жібі сияқты темір бисер, яғни темір жіп қажет. Өте жіңішке осындай қалың түрлері де болады. Кез келген түрін қолдансаңыздар болады. Осылай майысқақ болып келеді. Бізге қажетті заттармен таныс болдық. Олай болса, мастер-классымызды бастайық. Алдымен мына моншақтарымызды, тастарымызды осы темірден өткіземіз. Осылай өткізіп аламыз да, енді мына темір қысқышымызды төменге қарай домалақтап бағыттаймыз. Осылай міне темір қысқышымызбен төменге қарай айналдыра береміз. Осылайынан теміріміз айналып болғанша темір қысқышпен осылай айналдырып аласыздар. Осындай болып шығады. Енді келесі түрін жасап көрсетейін, яғни үлкен дәу моншақпен жасап көрсетемін. Оны да дәл осылай ең алдымен жоғары жағынан бастаймыз. Бір рет төменге қарай осылай майыстырып аламыз да, ары қарай сол майыстырған бойда төменге қарай темір қысқышымызбен осылай майыстыра береміз. Яғни төменге қарай осылай бағыттап майыстырып шығамыз. Мінекей осылай жасап шықтық. Енді тағы бір ең кішкентай моншақпен жасап көрсетейін. Моншағымыз кішкентай болғандықтан бұны көп, яғни бұл моншақтың темірін төменге қарай көбірек майыстырамыз. Яғни осылайынан төменге қарай бағыттай береміз. Қаттырақ қысып аламыз да, соңына дейін осылай майыстыра береміз. Менде темір қысқышым өте ескі, яғни бұрыннан қолданып келе жатқан. Оған мән бермей қойыңыздар. Одан кейін енді келесі тағы дәу моншақты жасап көрсетемін. Яғни достар, дәл осылай мен заколкама ұзындығы 26 сантиметрлік заколкама 25 барлығы 25 моншақты осылай өткізіп темірден дайындап алдым. Ал достар, мен барлық моншақтарымды темірден өткізіп осылай дайындап алдым. Үлкен моншақтардан және осындай тастардан және кішкентай моншақтардың да бәрін дайындап алдым. Енді мына жібімізді, темір жібімізді аламыз. Ұзындығы бұл 20-25 сантиметр жеткілікті. Ең алдымен осы бір кішкентай моншағымыздан өткізіп аламыз да, бірінші ұшына. Ал екінші ұшын мына заколкамыздың осындай бас жағындағы тесігінен өткізіп аламыз. Енді қаттырақ тартып дұрыстап аламыз. Майыстыруға келмейді, сол үшін де екінші жағынан енді қайтадан тағы да бір осындай моншақты өткізіп аламыз.
мінекей осылай өткізіп алдық. Соңына қарай, яғни загулкамызға қарай жақындатамыз. Мынау екінші жіптен де өткіземіз. Жақындатып алдық. Енді әрі қарай осы темір жібімізден моншақтарды бір-біртіндеп осылай өткізіп шығамыз. Ең алдымен осындай тасты моншағымызды, одан кейін дәу моншағымызды, сосын кішкентай моншағымызды кезек-кезек өткізіп аламыз. Яғни барлығы менде 25 моншақ болды. Сіздерде де егер дәл осындай менікіндей моншақ жоқ болса, бір ғана түсті, бір ғана түрлі моншақпен жасасаңыздар болады. Қатып қалған қағида жоқ, яғни дәл менікіндей болмаса да кез келген моншақтармен әдемі загулка түрі шыға береді. Мінекей бәрін осылай барлық моншақты дәл мен сияқты өткізіп аласыздар. Темір жіптен. Одан кейін ары қарай сіздерге екінші жағын қалай жасауды көрсетемін. Осылай барлық моншақтарды өткізіп алдым. Енді загулкамызға қарай жақындатамыз. Одан кейін екінші жағын бізге қаттылау қажет. Осылайынан дұрыстап түзетіп аламыз. Моншақтарымызды дұрыстап жатқызып түзетеміз. Енді екінші жағын бізге қаттылау үшін бізге бір моншақ алу қажет. Яғни кішкентай моншақтан бір моншақ аламыз. Бас жағынан өткізіп аламыз. Одан кейін жақындатып осылай өткізіп алдық. Енді екінші бас жағынан осылай өткіземіз. Қаттырақ тартамыз. Осылай салбырап қалуы мүмкін. Ол үшін қаттырақ тартып, темірімізден дұрыстап түзетіп аламыз. Енді тағы да бір бізде мына жерде менде шатасып кетті. Яғни шатасқан жоқ. Мынау темір менде артығымен жүр. Бұл темірден мен моншақтарды өткіземін деп ұмытып кетіппін, яғни байқамаппын. Сіздерде де осындай болатын болса, қайтадан осы темірден, екінші темірімізден, яғни барлық моншақтарды дәл мен сияқты өткізіп аламыз. Яғни ол темірді, яғни кесіп тастасақ та болады, бірақ кескеннен көрі осылай моншақтарды өткізіп қалдыра берген дұрыс. Өйткені ары қарай кейін кессек, артығын кесіп тастайтын болсақ, моншақтарымыз түсіп қалуы мүмкін, яғни қысқа болып қалады. Осылайынан барлық моншақтарды өткізіп алдық. Мына жерде әлі де өткізу керек екен. Біраз моншақтарды осылай өткізіп алдым. Енді дұрыстап түзетіп жібереміз де. Мына моншақтарды түзетеміз. Ары қарай жалғастырамыз. Қаттырақ тартамыз. Енді бізге тағы да бір моншақ алу қажет. Кішкентай моншақтан тағы бір моншақ аламыз. Бір моншағымызды алдық. Енді ол моншағымызды загулкаға жақындатамыз. Алынған моншақтан емес, темірдің ортасынан жоғары қарай осылай шығамыз. Жоғары тартып шығамыз. Одан кейін келесі тұрған моншақтан тағы да өткіземіз. Темірімізді жоғары қарай осылай өткізіп аламыз. Енді тартамыз.
Енді мына моншақтарымыз бізде өте бос тұр. Осыларды қаттылау үшін мына темір жібімізді айналдырып, моншақтардың ортасынан білдіртпей айналдырып өтіп шығамыз. Яғни дәл мен сияқты жасайсыздар қаттылау үшін. Осылай ортасынан темірді айналдыра өткізіп шығамыз, қаттырақ тартамыз. Одан кейін тағы да моншақтардың арасынан осылай қаттырақ етіп тартамыз. Және екі темірдің ортасынан осылай өткіземіз де жоғары қарай тартамыз. Өзін, яғни қаттырақ болып келе жатыр, формасын ұстап тұр. Әрі қарай тағы да осылай айналдырамыз. Қаттырақ тартамыз. Екі темірдің ортасынан өткізіп аламыз да қаттырақ тартып, яғни достар, дәл осылай соңына дейін қаттырақ қылып жіппен айналдыра, темір жіппен айналдыра өткізіп шығамыз. Барлық моншақтардан темірімізді өткізіп алдық. Енді соңғы бізде соңғы жағына келген кезде темірімізді осылай қаттылау үшін 1-2 рет айналдырып өткізіп шығамыз. Моншақтардың арасынан білдіртпей 2-3 рет қайтарып өткізіп аламыз. Одан кейін мынау төменге қарап тұрған екі моншағымыздың біреусінен төменге қарай өткізіп аламыз. Одан кейін артығын кесіп тастаймыз. Төменге қарай өткізіп аламыз. Кішкене қиындау болады. Моншағымыздан өткізіп алдық. Енді қаттырақ тартамыз да қаттырақ тартып аламыз. Осы жерде енді айналдырып артығын кесіп тастаймыз. Яғни мына жібіміздің, темір жібімізді осылай 2-3 айналдырсақ, өзі-ақ сынып үзіліп шығады. Мінекей осымен біздің мастер-классымыз аяқталды. Кішкене сәл өзімізге ыңғайлатып түзетіп аламыз. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Достарыңызбен бөлісіңіздер және менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алда әлі көптеген мастер-классты бірге жасайтын боламыз.